Барлықтарыңызға кеш жарық достар. Қазір мен сіздерге пресетті қалай қолдану керектігін үйретемін. Яғни пресет деп отырғанымыз мен жіберген жаңағы файл. Мысалы, міне image 0988 дегенді ашып көресіз. Сол кезде сізге бір непонятный зат шығады, түсінбеуіңіз мүмкін, бірақ жаңағы подробнее деген кнопка бар мына жердегі. Осы жерден сіздер Lightroom приложениясын тауып аласыздар. Яғни Lightroom деп отырғанымыз App Store'дан немесе Play Market'тен жазып аласыздар. Ол Samsung'та да, iPhone'да да бар приложение, сондықтан оп-оңай жазып аласыздар. Одан кейін осылай шығады, ок деп басасыздар да Lightroom приложениясына кіресіздер. Яғни міне Lightroom'ның осылай түрі осындай, Adobe Photoshop Lightroom деп тұрады. Кірсеңіздер, сразу жаңағы жазып алған файлдарыңыз жүктеліп тұрады. Яғни міне импортировано одна фото дейді. Мына жерде міне осы сурет, дәл сурет жаңағы тұр. Осыны досын, постесін басып тұру арқылы көре аласыздар. Ал енді осы фильтрді басқа суреттерге қолдану үшін копировать настройки дейсіз. Сөйтіп, мына жерде міне галерея плюс тұр ғой, соны из фотопленки деп басып, қалаған қажетті суретіңізді осы приложенияның ішіне енгізесіз. Сөйтіп, жаңағы галочканы басасыз да, тағы сол суретке кіресіз. Копировать настройки дейсіз да, міне птичкасын басасыз. Жаңағы сурет, ең бірінші жүктелген суретіңізді ашып, вставить настройки дегенде, оп-оңай осы сурет фильтрі қойыла қояды. Енді эксперт в фотопленку деп сохранить етіп аласыз. Енді галереядан қарасақ, сол сурет тұрады уже. Арттағы сөздерге мән бермей қойыңыздар. Енді мысалы қазір тағы да бір қазір файл жіберсем, сіздерге тоже солай сохранить етсеңіздер, осылай шығып тұрады. Одан кейін копировать настройки дейсіз. Птичканы басасыз, тағы мысалы бір суретіңізді жүктеп алып, яғни енгізіп алып, сол суретке дәл осы фильтрді, мысалы міне ставить настройки деп қоя аласыз. Осылай суреттеріңізді жөндей бересіздер. Қазір барлық пресеттерді жіберетін боламын.